Ассалаумағалейкум достар. Арнамызда видео шықпағанына біраз уақыт болыпты. Сондықтан арнада жаңа видео шығаруды ұйғардым және видеолар ендігіде ертерек шығатын болады. Сондықтан арнаға тіркел. Итадори атты жасөспірім белгісіз бір тыныш жерде оянады. Ал алдында көзіне қара маска киген белгісіз бір агентке ұқсаған кісі отырады. Және ол оған қазір өлтіретінін айтады. Кеше ғана атасымен сөйлесіп, жақсы халде жүрген сияқты еді, ал бүгін отырғаны мынау. Және де бұл бала мектепшілік сайыстан тас лақтырудан бірінші орын, яғни чемпион болатын. Ата демекші, оның қарт атасы болып еді. Содан соң бізге қара коридордағы белгісіз бір жанды, яғни красавчикті көрсетеді. Және ол оған бірдеңе ескертпек болады. Яғни оның бойында ерекше бір сұмдық ауру бар екен. Ол адамның санасын улап ауру қылып жіберетін сияқты негативті эмоциялар мен мектептегі буллингтер осы бәленің бір бөлігі. Және де ол өзінде бар айғақтарды Итадориға көрсете бастайды, яғни талисмандар деген сияқты. Жаңағы агентіміз өзінің құпия құралымен Итадоридің бойынан белгісіз бір қуатты байқап қалады. Бірақ аяқ астынан оның достарының үстінен 8 құйрықтыға ұқсайтын түрі албастыдай құбыжық пайда болады және оларды ұстап алады. Енді құрдымға кетер уақытта Итадори келіп, өзінің героистік күштерін бір жағынан ашып, достарына паш етеді. Ол барлық құбыжықтарды 2-ақ секундта жайратып тастайды. Және белгісіз бағанағы айтқан саусақты тауып алады. Сөйтіп екеуі әңгіме қылып тұрғанда аспаннан белгісіз бір құбылыс пайда болып, ерекше құбыжық барлық жерді қирата бастайды. Ал біздің агент өзінше герой болып, Итадориға қаш, өзім шайқасам деп қояды да өзі таяқ жеп жатады. Шайқас уақытында Итадори қарғыстың осыған бір қатысы барын байқайды. Және саусақты жеуге тура келеді. Негізі бұл саусақты жесе адамның өзі құбыжыққа айналып кететін еді, ал бұл жолы олай емес. Ал Итадори болса Наруто сияқты ерекше күшке ие болады. Сөйтіп осы оңбағанның әбден сазайын беріп қинап өлтіреді. Біздің агентіміз қорқып онымен шайқаспақ болып жатқанда иық астынан соқыр көз пайда болады. Қалған элементтердің бәрі құрып кеткен соң оны осы жаққа жіберген екен. Осылайша фильмнің бірінші бөлімін толықтай сіздерге қысқаша түрде айтып бердім деп ойлаймын. Және де бұл соң емес. Екінші, үшінші, тағы да басқа серияларын озвучка жасағанды және аударғанды қаласаңыздар лайк басып кетіңіздер. Және арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видео ертерек шығатын болады. Сондықтан сіздермен бірге мен НБР KZ, келесі кездескенше сау болыңдар.